Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман деген еді өз сөзінде. Сәйкесінше елімізде білім деңгейі өсіп, әсіресе соның ішіндегі жастардың біліктілігі басты назарда. Осы бір маңызды саланы мейлінше көтеру үшін арнайы мемлекеттік бағдарламаларда қолға алынған. Білім ордаларын заманауи техникалармен қамтамасыз етуінің өзі осының дәлелі. Жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беру жүйесі өңірімізде қарқынды дамып келеді. Оған облыс жастары өзге елдер мен жерлерде көрсеткен жоғарғы көрсеткіштерін айғақтауға болады. Тап осындай жалынды жастарды тәрбиелейтін оқу орнының бірі Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты. Ұшқан құстың қанаты талатын, кең байтақ жерімізде таулы тасты, шөлді шөлейтті жерлермен қатар, климаты ылғалды, құрғақ мекендер де бар. Жалпы табиғи байлығы ұшан теңіз еліміздің қоршаған ортасы үлкен зерттеулермен зерделеуді қажет етеді. Тап осы сала бойынша аталған оқу орны мамандар даярлайды. Дәлірек айтқанда, география кафедрасы, география мен құқық және экономика негіздері мамандықтары бойынша мамандар даярлайды. Қазіргі таңда кафедра құрамында 11 штат кесте бар. Соның ішінде 7 оқытушы ғылым кандидаттары, 2 доцент, 5 аға оқытушы, 1 магистр аға оқытушы, 2 магистр оқытушы қызмет атқаруда. Бізді бітірген түлектер біріншіден білім саласында, айта кететін болсақ, мектептерде, лицей, гимназияларда жұмыс атқарылады. Бұны айтып кететін жағдайымыз бар, оқу процесінде біздің студенттер үлкен мүмкіншіліктерге ие. Қазіргі кезде кафедра 3 лабораториямен жабдықталған, жоғары қазіргі заманға сай жабдықталған құралдармен жабдықталған. Кафедраның 3 бірдей лабораториялық бөлмесі бар. Шәкірттер осында білім алып біліктіліктерін жетілдіреді. Студенттер академиялық тұғырлық бойынша білім алмасу бағытында Латвия, Германия мемлекеттерінің жоғарғы оқу орындарында 1 жылдан жарты жылға дейін білімдерін жетілдіруге мүмкіндік жасалған. География кафедрасында Жиһангер үйірмесі жұмыс істейді. Жиһангер үйірмесінің 2014-2015 оқу жылының 1 жарты жылдығына арналған жоспарына сәйкес Жиһангер үйірмесіне мүшелер қабылданып, үйірменің мақсат мүдделері таныстырылды. Қазан айында география мамандығының 1 және 2 курс студенттері өз өлкесін танып білу, өлкедегі мәдени орындармен танысып, бойында ұлттық идеологияны қалыптастыру мақсатында Бәйдібек ауданында Қостыра тауына Ақмешіт үңгіріне экскурсия ұйымдастырылды. Кафедра мамандықтары студенттеріне арналған. Тәрбиелік іс-шаралы студенттердің өмірінде маңызды роль алып, студенттердің тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етуде. Студенттермен Қазақстан 2050, бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Мәңгілік Қазақстан жобасы негізіндегі тәрбиелік іс-шаралар басым бағыт болып табылады. Мамандарды дайындауда география кафедрасы Түркия, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Латвия сынды шетел және
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті секілді отандық жоғарғы оқу орындарымен байланыс орнатқан. Бүгінде география кафедрасы жоғарғы білімді даярлауға маңызды үлес қосып жатқан білім беруші және ғылыми кафедра болып табылады.